Бүгін bizler коллектив достарымыз менен бірге Кыйва қаласында болған саяхатымыз hamda ол жерде болған қызықты оқиғалар hakkında айтып беремен. Қане кеттік, басынан баслаймыз. Assalamu alaikum dostlar. Bugün Berşe kollektiv dostlarımızla birlikte Kıйва қаласына саяхат etmesine aldığım bir fotoğa түсіп алдық. Hem de videonun basın uslay kameranı жауып Кыйва қаласында пайда болып қаламыз деп ойлап едік. О мен ұқсамай қалды. Сөйтіп жүріп біздердің автобустарымыз да келіп қалды. Біздерге бір емес екі автобус жіберді. Себебі біздер көпшілікпіз. Сөйтіп Бершеміз автобусқа жайғасып алдық. Соның арасында мына бала бір зат айтаман деп қалды. Assalamu alaikum hürmetli konseptçiler. 15 aprel Madaniyat bölümünün hizmetçileri günü münasebetiyle Tahtagöbür rayonu Madaniyat bölümü hizmetçileri Arda Kıйва қаласына демалыс саяхатына жол алды. Barchangizga keyinli o'tib, yaxshi demалыс qilishingizga tilaklayman. Hurmatli konseptçiler. Осылай етіп Бершеміз кеуіл кепиятlarımızды көтеріп, қосықлар айтып басладық. Сондай қызықлар менен мына жолда жүргенімізге де бір сағат уақыт болып қалыпты. Солай етіп бір сағаттан соң газ құю үшін газ заправкаға тоқтап алдық. Соның арасында кола алу үшін магазинге де кіріп алдық. Солай етіп өзім мінген автобустан түсіп, коллективіміздің жас үлкен ағайлары, апайлары отырған автобустан хабар алдым. Сөйтіп қарасам, коллективіміздің жас үлкенлері қосықты айтып, йошып бара тұрған екен. Солай етіп Амудария районына да жетіп қалыппыз. Бұл жерде осындай таза көпір құрылыпты. Бұрыннан бар ма еді? Комментарияға жазып кетіңізші. Және де біздің шаршау не екенін білмей тұрған жас үлкенлеріміз қосық айтуды давам етпек. Жас үлкенлеріміздің қосықларын тыңлап келеміз деп Қарайызым уалаятына да жеткенлерімізді білмей қалыппыз. Жақынлағанымызды естіді ма, мына қызда ұйқыдан оянып алыпты. Осылай етіп біз Кыйваға да жетіп алдық. Мына қыз көтер деп тұрып алды. Сөйтіп мынаны көтеріп жүрсем, кейінгі автобустағы коллективлеріміз де келіп қалыпты. Сөйтіп біздер Кыйва қаласының ішіне кіру үшін алдына жол алдық. Ол жерде кіру адам басына 50 мың сомнан екен. Біліп қойың дедім да. Сөйтіп ішке де кіріп алдық. Кірер-кірмесе алдымыздан мынандай затлар шықты. Ал мына апамыз болса, Кыйва ханлығының Берше тарихын біздерге айтып берді. Кыйва шақырымыздың 2500 yıllık юбилей nişanlanған. Lekin Кыйва ханлығына 16. əsrde esas salındı. Onun aldığında paytaxtımız Karakalpakistan'da Kertkala, Tuprakka. Солай етіп апамыз біздерді қаламен таныстыруға алып кетті. Бұл жерде milliylikке тиесілі көптеген қызықты затлар бар екен. Kilik adamlar minarаны kuruyatırgan usta kanat yazıp uçup ketken. Şunun için minara çala kalgan degen gaplar бар suvu türük. Соның арасында біз мына хайкел аталар менен бірге фотоға түсіп алдық. Сөйтіп қарасақ мына жақта бір қыз түйеге мініп жүріп, сөйтіп бізде де ойланып қалдық. Мінсек пе екен, мінбесек пе екен? Яқшы қойшы деп кетіп қалдық. Сөйтіп біз бұрынғы медресеге кірдік. Бұл жердің тарихы hakkında апамыз көптеген затлар айтып берді. Qayta kurulgan. Bu yerde 5000 adam namaz okuyan. Mescidimizde restorasyon işleri tügemegenliği için orta cani yapıp koydumuz. Mescidin boyu 45 metre, eni 56 metre. Mescidimizge 4 taraftan kiriş eşiği bulgan. Adamlarımız kirgende 3 eşik arkalı kirip, cüme namazlarını okup bolup 4. eşiğinden çıkıp çıkarlar. Сөйтіп ол жерден шығып біз мына айкелердің қасына келдік.
Сөйтіп мен мына бас киімді киіп фотоға түсейін десем, бір фотоң 5 мың сомнан деп қарап тұр. Сөйтіп кетіп қалдым. Сөйтіп айланып жүрсем, жұмыстың 2 қыз шығып қалды алдымнан. Фотоға түсір жіберші деді. Яғыш дедім. Сөйтіп мына жігіт күміс жүзік көрейік деп магазинге кіргізді. Сөйтіп бір күміс жүзікті сұрап көрсек, 1.250.000 дейді. Қой деп кетіп қалдық. Одан шы мына жерде бір фотоға түсек деп, бір фотоға түсіп алдық. Сөйтіп мұнаң үстінде отырғанlarımыздан фотоға түсір жібер деді. Ал осыдан кейін әмме жерде фотоға түсіп болдық ал. Оның арасында қойып тұр, ал менен бір фотоға түсір жібер дедім. Аяқ, біздер фотоға түсіп келістіре алмайды кепсіз. Сөйтіп мыналарды қайтама десек, ол мынандай затлар көріп басылады ал. Сөйтіп барша коллектив достарымызбенен біргелікте қосық айттық. Солай етіп саяхатқа келген барша мейманлар, туристлер, баршасы біз коллективтің айтқан қосықларына ойнап кетті. Және де біз барша коллективімізбенен бірге Арда Қива деген жерге келдік. Ал енді бұл жердің атмосферасы деген өз алдына екен ал. Сөйтіп біз коллектив достарымызбенен мынандай атмосферада, мынандай судың үстінде қайықпенен айландық. Ал мынандай жерлерді 1000 мәрте естігеннен 1 мәрте көрген жақсы ал. Баршаңызге келіп, көріп, айланып кетуіңізді маслихат беремін.